Көкпар ең әйгілі ұлттық ойындардың бірі. Ол батырлық пен ептіліктің символы. Көшпенді бабаларымыз көкпарды соғысқа дайындық ретінде ойнаған. Ал бүгінде ол үлкен жарыстардың басты сайысы. Аударыспақ таза күш пен шеберліктің ойыны. Мұнда қарсыласын аттан аударып түсірген адам жеңеді. Бұл ойын ертеде жауынгерлердің шайқасқа дайындығын арттыру үшін қолданылған. Бәйге қазақтың жылқыға деген ерекше құрметінің белгісі. Бұл сайыста жүйріктер ұзақ қашықтықта шабады. Ал шабандоздың шеберлігі мен аттың төзімділігі шешуші рөл атқарады. Теңге ілу ептілік пен көздің қырағылығын талап ететін ойын. Жас жігіттер атпен шауып келе жатып, жерде жатқан күмісті іліп алу керек. Бұл нағыз жылдамдық пен дәлдіктің сыны. Жамбы ату садақпен көздеген нысананы дәл тигізу өнері. Бұрын мергендер жамбыны ат үстінде шауып келе жатып атып түсіретін. Бұл ойын жауынгерлердің мергендік қабілетін дамыту үшін қажет болған. Ұлттық ойындар ата-бабамыздан қалған асыл мұра, оны дәріптеу біздің міндетіміз.